Қайырлы күн достар, сіздермен пайдаларына каналы. Менің каналымда 250 және 270 декларацияларды қатесіз толтыру туралы және олар қате тапсырылған күнде қайтарып алу туралы, декретте отырып балаңыз 2 жасқа толғанға дейін жұмыссыздық бойынша пособие алу туралы және тағы да басқа пайдалы ақпараттар бар. Міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар достар. Бүгін сіздерге үйде отырып балаңызды мектепке орналастыруға өтініш жіберу туралы видео түсіремін. Мен ECP'мізбен ECOF порталына кіріп аламыз және де образование деген бөлімді басқан кезде бізде осы жерде шығып тұрады. Біз осы жерден среднее образование дегенді таңдаймыз. Среднее образование, осы жерде прием документов для зачисления в первый класс деген бар. Соны басамыз. Осы жерден заказать услугу онлайн деп басамыз. Выберите тип заявления дейді. Мына жердегі точканы басамыз. Прием документов и зачисление в организацию образования в первый класс дегенді басамыз. Осы жерден номер телефона және почтаны жазамыз, және де от кого подается заявление. Родитель дегенді басамыз. Баланы таңдаймыз. Және де хотите выбрать организацию образования по микроучастку дейді. Осы жерге да деп қоясыз, себебі сіздің үйіңіздің артындағы мектеп болғандықтан. Мына жерде барлығы өзі шығып тұрады. Желаемая общеобразовательная организация міне школа-гимназия. Осы үйдің атындағы мектепті таңдайсыз. Енді мына жерге қай тілде балаңыз оқытасыз, соны таңдайсыз. Баланың 3/4 фотосы, 0,52 паспорт здоровьясы, осы жерлерге тіркейміз. Және прививка туралы картасы. Барлығын осы 3 файлды тіркеп, мына жерде 2 жерге келісім беріп, отправить запрос и подписать деп ECP'мізбен қол қоямыз. Барлық файлды жүктеген кезде успешно деп шығады. Әр файлдың өзіне ат беріп сақтап қойдым. 2 галочканы басып, отправить запрос и подписать деп басамыз. ECP'міз арқылы қол қоямыз. Баланы мектепке орналастыруға байланысты өтініш жібердік. 6 жұмыс күннің ішінде осы жерде хабар шығады, соны қарап білеміз. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде жазылып қойыңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Назарларыңызға көп рахмет.